Толагай күні бойы жарқыраған күннің астында футбол ойнады. Ол жүгірді, кетті, күлді. Бірақ уақыт өте келе аяқтары ауырлай бастады. Көзі ілініп, денесі әлсіреп, әрен тұратын күйге жетті. Ол есінеп, неге біз шаршаймыз? деп ойлады. Жауабын табу үшін Толагай тағы да кішірейіп, өз денесінің ішіне кірді. Ол бұл жолы бұлшықет жасушасының ішіне түсті. Көргені оны қатты таңғалдырды. Митохондрия деп аталатын кішкентай қозғалғыштар тамақ пен оттегіні энергияға айналдыру үшін тынымсыз жұмыс істеп жатыр екен. Алайда ұзақ жүгірістен кейін митохондрияларда шаршағандай көрінді. Бұлшықеттер баяулай бастады. Сонымен қатар сүт қышқылы сияқты қалдық заттар жиналып, бұлшықеттерді ауыр әрі сыздататын күйге түсірді. Толагай миға қарай бағытталған бір сигналды байқап, соның соңынан ерді. Ми да өте көп энергия жұмсайтын көрді. Ми ұзақ уақыт жұмыс істеген сайын аденозин деп аталатын ұсақ молекулалар жинала бастайды. Аденозин көбейген сайын ми ұйқышыл болып баяу жұмыс істейді. Толагай шаршау әлсіздік емес екенін түсінді. Бұл ағзаның дем алып, қалпына келуі және қайта күш жинауы керек екенін білдіретін белгі. Ол тағы да мақтанышпен жымиды.